Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте үлкен болып шығатын, ешқандай миксерді қажет етпейтін, әрі өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды және де какаоны електен өткізетін боламыз. Міндетті түрде өткізіңіздер, қыздар. Содан соң какаоның жақсы түрін қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Содан соң құрғақ қоспаларымыз тағы да жарты шай қасық тұз және де 2 шай қасық ас содасын салып, барлық құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырып шығамыз. Құрғақ қоспаларымыздың барлығын жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте қантты және де сұйық май, содан соң сүт және де жұмыртқамызды салып, жақсылап ешқандай түйіршік қалмайынша барлығын біркелкі етіп, әдемілеп араластырып аламыз. Ешқандай да миксермен араластырудың қажеті жоқ. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Осы пирогқа қажетті барлық қоспаларды мөлшермен міндетті түрде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мөлшермен жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де видеоларыма лайк басып, пікір қалдырып, келесі видеоның шығуына мотивация болып, каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Осылайша жаңағы қоспамыздың үстінен 1 шай қасықты толтырмай, яблочный уксус қосамыз. 6%-дық барлығын описание бөлімінде түсінікті етіп жазып қалдырамын, қыздар. Мінекей біздің қоспамыз осылайша барлығы біркелкі болып, ешқандай түйіршік қалмай, әп-әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Қыздар, осы кезде міндетті түрде пештеріңізді қосып, қыздырып алыңыздар. Осылайша үлкен табамыздың үстінен пергамент қағазын қоямыз. Міндетті түрде үстіне барлық қоспаларды құйып, барлық жеріне біркелкі етіп, жайып шығатын боламыз. Қыздар, менде ол кезде видео өшіп қалыпты, байқамай қалыппын. Осылайша табаның үстінен пергаментті қойып, жаңағы қоспамызды біркелкі етіп, барлық жеріне бірдей етіп құйып шығатын боламыз. Дайын болған пирогымыздың тестасын алдын ала қызып тұрған пеште, міндетті түрде пештеріңіз қызып тұруы қажет, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Неке қыздар, біздің пирогымыз осылай пісіп шықты. Піскенін зубочистканың немесе шпажканың көмегімен тексеріп алатын боламыз. Келесі кезекте бетіне құятын шоколадымызды дайындаймыз. Мен өлшеп жасайтын боламын. 100 грамм шоколадқа 35 граммдай сүт құятын боламыз. Және де микроволновкада немесе буда, қайнап тұрған судың буында ертіп алсақ болады. Дайын болған шоколадымызды міндетті түрде алдын ала суып тұрған пирогымыздың үстінен құятын боламыз. Мен жаңағыдай буда ертіп алдым шоколадты. Осылайша барлық пирогымызға жеткілікті етіп, лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жағып шығатын боламыз. Шоколадты барлық жеріне жеткілікті етіп жақсылап жағып алдық. Қыздар, келесі кезекте өзіңіздің қалауыңызша, өзіңіздің фантазияңызбен неше түрлі етіп сәндеп қойсаңыздар да болады. Мен мұнда миндальный крошки слайсымен сәндеп қойдым. Қаласаңыз грек жаңғақтарын жаңағыда езіп сеуіп қойсаңыз да өте керемет болып тұрады. Қыздар, осы пирогтың арасына пропитка құйсаңыздар да, сепсеңіздер де болады. Олай жасамасаңыз да өте керемет, қатты құрғақ болып шықпайды. Қыздар, ешқандай миксердің көмегінсіз өте үлкен әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қоспаларды описание бөлімінде толық жазып кететін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.
Осылайша өте үлкен әрі өте дәмді жұмсақ пирогымыз дайын болды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей өте керемет болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларымды соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Лайк басып, каналыма комментарий жазып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.